Мен Игуманова Айжан оқу қызы 1966 жылы 1 наурызда Жетібай кентінде көп балалы отбасыда дүниеге келдім. Әкем мұнай іздейтін экспедицияда жүргізуші болып еңбек етті. Анам 10 бала тәрбиелеген батыр ана. Ол кісі де осы мұнай саласында еңбек етіп зейнеткерлікке шықты. Өзім осы 1973 жылы Жетібай 3-ші орта мектепке бірінші алғаш табалдырығын аттадым. Содан 83 жылы мектепті бітіріп, еңбек адамдарымен кездесу болады, мұнайшылармен да. Сол кезде съезге делегат болған Раиса Молдабаева апамыз, Елбаева Балияш апайымыз, солар біздерге кездесуге келетін. Сол кезден бастап мен мұнайшы болуды армандадым. Сол 83 жылы мектеп бітіргеннен кейін әкем мені осы мұнайшы болуға бағыттап, сол 84 жылы 18 жасқа толғасын осы Жетібай мұнайгазға ғылыми өндірістік жұмыстарды зерттеу цехы, осы цехқа мен мұнай өлшеуші болып жұмысқа кірдім. Содан 1989 жылы Өзен мұнайгаз техникумына осы еңбек етіп жүріп, сол техникумға оқуға түстім. Соны 91 жылы технолог мұнайшы атағын алып, оқуымды бітірдім. Содан міне 92 жылдан бастап оператор болып, осы уақытқа дейін еңбек етіп келе жатырмын. 38 жыл болды еңбек еткеніме. Қазір енді 4-ші дәрежелі оператормын. Мені осындай еңбекке баулыған, жұмыстың қыр-сырын үйреткен, менің осы жерде қазіргі зейнеткер, осы цехта үлкен апаларымыз болды. Андырханова Баян деген, Алмұрзаева Алмаш деген, осы кісілердің арқасында мен осындай дәрежеге жеттім. Еңбектің ешқандай қиындық жоқ. Оны өзің жақсы көріп, сүйсініп еңбек етсең, ешқандай қиыншылық болмайды. Қиыншылықты жеңе білу керек, өмірде бәрі болады. Бірақ мен өзім жұмысымды қиын деп айта алмаймын. Өзім үйренген мамандығым, өзім жақсы көргендіктен ба, мен ол жұмысты қиын деп айта алмаймын. Қазіргі бұрынғы 90-шы жылғы, 80-90 жылғы операторларға қарағанда, қазіргі операторлардың жағдайы жақсы. Ол кезде қол жуатын суға дейін жоқ, ішетін суға дейін жоқ еді. Қазір шүкір, Маңғыстау мұнайгаз бар жағдайды жасап отыр. Бұрын біздер EKG деген прибормен жұмыс жасадық. EKG деген прибор, ол үшін скважина тоқтатып, жаңа зажим деген болады, штокты қатайтып ұстайтын да, зажим соғамыз. Сосын барып, трайберстың арасында токты қосып айырады. Жаңа зажим қойып, приборды тоқтатқаннан кейін трайберс арасы ашылады, сосын приборды қатайтамыз, саламыз да. Содан кейін скважина қосқанақта прибор қосылады, трайберс қысып қалады. Қазір ондай емес қой, енді қазір ондай не жоқ. Қазір приборда тек тоқтатқан бойдан салып, өзіміз қатайтамыз. Аузымыз бір, коллективіміз. Қасымызда біздер кезінде 13 қыз едік. Қазір енді зейнеткерлік кетті, көп апаларымыз. Бізге көп мамандар келді. Мысалы, оқу бітіріп жастар келді. Сол жастардың ішінде біздер үйреттік оларды. Ол жастар қазір беделді геологтар бар. Мысалы, мен өзім шәкіртім. Қазір Исатаев Бауыржан, Ходжаев Бауыржан дегендер қазір біздің Маңғыстау мұнайгазда беделді инженерлер. Еңбегім еленіп, Жетібай мұнайының ашылғаны 50 жылдық, 55 жылдық медальдармен марапатталдым. Содан кейін құрмет грамоталарым да бар, алғыс хаттарым да бар. Бәрі осы еңбегімнің арқасы деп ойлаймын. Енді Маңғыстау мұнайгаз енді әйтеуір уақытымен айлық табысымызды беріп отыр, мерекелерді сыйақыларын береді. Жазда санаторияларға барамыз, путевкаларын беріп тұрады. Шүкір, енді қазір жағдайымыз жақсы. Жолдасым бар, осы Сеңгірбай Қайрайдин деген. Ол кісі де осы мұнай саласында оператор жүргізуші жұмыс жасады, әлде де жасайды. 4 бала тәрбиелеп өсірдік. Балдарым да осы мұнай саласында жүргізуші жұмыс жасайды. Қызым да бәрі де жоғары білімді оқыған. Немерелерім бар. Шүкір, Аллаға шүкір. Сосын біздер енді ауылдық жерде тұрғасын жер мал ұстаймыз. Түйе сауамыз, шұбат, балдардың шетінде шұбатын етеміз. Енді қалған жерде осы аспанымыз ашық болып, еліміз тыныш болып, артымыздағы ұрпақтарымыз аман болып, солардың жарқын болашағы болып, Қазақстанымыз тек көркейе берсін. Біздің Маңғыстау мұнайгазымыз енді мұнай таусылмасын, сарқылмасын, әйтеуір Қазақстан халқы аман болсын.